Ал біз болсақ Қызылорда Семей пойызымен Алматы қаласына бара жатырмыз. Семей қаласының Жыды вокзалының ішіндегі мысық. Мына жерде андай переходпен бір видео түсірмекші болғанбыз, бірақ істей алмай қалдық. Ал біз болсақ міне пойыздың ішіне кірдік, ал жол болсын. Семей Қызылорда пойызына обзор. Осындай ұзын коридор. Ал бұл болса пойыздың іші, точнее вагонның іші. Және осындай розеткалары бар, үлкен терезе және де столға барлығы сияды деуге болады. Және де жеке заттар қоятын бар, осындай свет және де киім ілгіштер. Осындай киім қоятын жерлер және де фонарик. Төсектері үлкен, аяқтар сияды. 3-тен 5. Пойыздың ішінде не берді? Осындай бір ақ орамал және де одеяло, жастық төсегіші және де бір осындай покрывало және де екінші покрывало. Біз пойыздың ішінде Wednesday деген ең мықты сериалды көріп жатырмыз. Тағы не істеуге болады, жаза кетіңіздер. Короче, пойыздың ішіне кіріп қалсам, осындай киім ілгішке біреу сағысын жабыстырып кетіпті. Өте ұят қой мынау, кім жасаса да. Пойыздың ішінде тамақ ішкелі жатырмыз. Кола мен осындай тауық аяқтары және де пирожки. Бұнау тағы да тауықтың аяқтары, ал ас болсын. Осылай светті жағып алдымда, өзімнің жақсы көретін кітабымды алып, ұйықтар алдында оқып алып ұйықтадым, ал барлығына қайырлы түн. Пойыздың ішіндегі түнгі тамақ. Осындай 2 литрлық пепси алдық, 1,5 теңгеге, лейс 1000 теңге, және де пельмен емес манты 1 штугы 150 теңгеден, ал ас болсын.